Құрметті қазақстандықтар, газдың бағасы өсіп кетті. Қазақстан бойынша ең арзан газ 75 теңге Маңғыстау облысында. Ол проблеманы шешіп қойдық. Ештеңе уайымдамаңыздар. Біз шетелден бір әнші шақырдық. Сол келіп трусимен келіп бізге өлең айтып кетті. Енді бәрі нормально болады. Уайымдамаңыз. Және доллардың бағасы 535 теңге болды. 1 доллар 535 теңге. Уайымдамаңыздар, ештеңе, бәрі жақсы. Одан да ана депутат пен оның көмекшісі екеуі бір-бірімен соттасып жатыр. Соны қарай тұрыңыздар. Сонда бәрі нормально болады. Ештеңе уайымдамаңыздар. Бәрі жақсы. Қазақстанның сыртқы қарызы 165 миллиард долларға жетті. Бірақ сіздер ештеңе уайымдамаңыздар. Одан да хуже жағдайлар бар. Одан да Тұрсынбек пен әйелінің өмірін бақылап, соларды обсуждать етіңдер. Халық арасында бір-біріңізге таратыңыздар. Статустарыңызға ойыңыздар. Сонда бәрі жақсы болады. Уайымдамаңыздар. Қарапайым халық пайдаланып жатқан азық-түлік бағасы 20%-ға өсті былтырғыға қарағанда. Бірақ сіздер ештеңе уайымдамаңыздар. Уағыз тыңдаңыздар. Шүкіршілік етіңіздер, сабырлық етіңіздер. Үкіметке келгенде халық сендер сабырлық етіңдер. Ал үкімет енді сабырлық ете алмайды енді анау нәрселерге. Бірақ халық сендер спокойно, тыныш отырыңдар, сабыр етіңдер, шүкір етіңдер. Өздеріңді бұндай жағдайда кедей мемлекеттермен салыстырыңдар. Африка мемлекеттермен салыстырып, оларға қарағанда жағдайымыз жақсы екен ғой, суымыз бар, нанымыз бар, шүкір деңіздер, сонда бәрі жақсы болады. Уайымдамаңыздар. В общем, елде коррупция жайлап жатыр. Тағы да бір заңда күшейтулер, налогтар көбейтіліп, сондай бір тағы да халыққа қарсы біздер жұмыс істеп жатсақ, біздер міндетті түрде сіздерге жаңалық тауып береміз. Билікке сеніңіздер, әрқашан хайп пен хайт сіздерді күтіп тұрады. Біреудің етегі, бір жұлдыздардың айырылысқаны, сондай жаңалықтарды беріп, құрметті халқым, сіздерді бәріңізді кормить етіп отырамыз. Айналайындар. Біз біргеміз. Главный, берілмеңіздер, шүкіршілік етіңіздер.